Бүгінгі біздің сабағымыз ерекше болғалы тұр. Өйткені біздер бүгін сабақта әдеттегідей сыныпта емес, өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай мұражайда өткізгелі жатырмыз. Бұл сабақтың негізгі мақсаты қазақ халқының қолданбалы өнерінің жетістігін бағалау. Далалықтар үшін малдың орны өте ерекше болған. Мал шаруашылығын өнімдерін қолдану олардың жаңа тұрмыс тіршілігінде бірінші орында болған. Жаңа қалдықсыз өнімдерді пайдалану олардың экологиялық және эстетикалық мәдениеттерінің жоғары болғандығын көрсетеді. Қазақ халқының күнделікті тұрмыста қолданған өндірген өндірістерінің бірі бұл тері өндірісі деп аталады. Тері өндірісінен олар жаңа көптеген бұйымдарды, тұрмысқа қажетті заттар жасаған. Олардың бірін жатады. Жаңа біздер торсықтар, сонымен қатар ат әбзелдері және күнделікті өздерінің тұрмыста киетін тон ішіктерін теріден жасаған. Торсықты қазақ халқы бұрынғы кезде жаңа өздерінің сусындарын құюға пайдаланған. Ағаштан олар көптеген нәрсе жасаған, жаңа ожаулар, ыдыс-аяқтар және тұрмысқа қажетті заттарды жасаған. Мына жерде көріп тұрғаныздар, біздер айтамыз бұны келі-келісап деп атаймыз. Келі-келісап дегеніміз тары бидайларды ұнтақтайтын, түйетін құралды, қатты ағаштан жасалған құралды біздер келі-келісап деп атаймыз. Бұл келі-келісапты қатты ағаштардан жасайды, қайың, қарағай, қарағаштардан жасайды. Оның ұзындығы 50-60 сантиметр болады және іші шұңғылы 30-35 сантиметрді құрайды. Ал бұл құрысының келесі түрі бұл келі-сап деп аталады. Келі-саптың жаңағы төменгі түйетін жағы темірден болады да, ұстайтыны ағаштан болады. Ол жаңағы тары мен бидайды қатты ұнтақтап түйуге арналған. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз одан әрі түсінікті болу үшін осы 18 ғасырдағы бұйымдарды ата-бабаларымыз қалай пайдаланған практикалық түрде көрсетуге мұражайдың жетекшісі Жәнібек ағайымыздан сұрап көрейік. Бұл сабағын практика жүзінде көрсетеміз. Міне мына диірменнің астыңғы жағы мынандай болып сызықтардан, яғни бұл таудың тасынан өте қатты тастан жасалған, мынандай сызық жасалады. Неге? Бұл мына диірменді айналдырған кезде жан жағына оны осы сызықтар арқылы түседі. Сондықтан біздер астына мына таза мата төсеп қойдық. Енді сіздерге көрсету үшін білікке ортадағы ағаш қондырдық. Мынау диірменнің үстіңгі бөлігі. Міне диірменнің үстіңгі бөлігі салынды. Енді осыны қазір екі оқушы екі жақтан былай бүйтіп бір-біріне бүйтіп айналдыратын шоң диірмен деп аталады, үлкен диірмен. Бұны қазір көрдіңдер бір-бірлеріне. Міне қараңыз. Мен қазір мына қара бидайды мынаған саламын. Бұны осылай ұстап салып, сосын тартатын болған. Енді қазірдің өлеңі бар. Бөсіп тартар диірменде көсіп салсаң бидайды дейді. Көп салуға болмайды. Ал, тартыңдар. Міне көрдіңіздер ме? Анау уатылып жатқан бірге. Бәрі бір тұқып тұрады. Енді аламыз. Мінекей оқушылар қара бидайдың ұны мынау диірменге алынған. Енді ана жерде бәрі көрсін. Ана дастарханның ортасында тұрған сол қара бидайдың ұнынан пісірілген нан. Темір киілген саптан қалай түйіп талқан жасауды көрсетеміз. Мынау снарядтың гильзасынан жасалған келі, мынау келсап, мынау тары қуырылған. Осы тардан мынау келіге салып түйе бастаймыз. Кел, кім? Кәл.
ала тұр. Салайын. Ек қолмен алдын алып, ек қолмен. Мінекей мынау жайлап ұнтақталып жатыр. Оны әлі де ұнтақтау керек. Енді сен түйіп қана. Жақындатып ал. Қатты нетіп қалып жатыр. Міне орталарыңызға береміз. Міне біздің дайындаған талқанымыз. Бұл талқанды қазір сіздерге ауыз тиіп, өздеріңіздің түйген талқандарыңыздың, еңбектеріңіздің дәмі қандай болған екенін көруге болады.